Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінде 2021 жылдан бастап мемлекеттік тілде емес білім алушы топтардағы қазақ тілін игеру сабақтарында киіз үй жобасы жүзеге асырылуда. Жоба мақсаты қазақ халқының киіз үйі мен ұлттық киімдері, домбырасы мен қобызы, ою өрнегі мен құрақ көрпелері, салт дәстүр мен әдет ғұрыптары, әндері мен күйлері арқылы қазақ емес ұлт өкілдеріне тіл игертуді қызықты, тиімді, сапалы ету. Колледждің қазақ тілі мен әдебиеті оқытушылары қазақ тілін игерту барысында сабақтың әр кезеңінде заманауи оқыту технологияларын ұлттық нақыштағы ұғымдармен байланыстыра өткізеді. Шаңырақ киіз үйдің негізгі бөлшегі, қазақ үшін қасиетті ұғым. Сабақта қазақы атмосфера тудыру, жанға жайлы жағдай жасау мақсатында шаңырақ туралы қазақ әндерін тыңдатып, осы әндегі негізгі тірек сөз шаңырақ екенін білім алушылар табады. Осылайша шаңырақ көтеріледі. Сабақтың тақырыбын анықтау мақсатында WordWall платформасы көмегімен оқушылардың айтылым дағдылары дамиды. Әр оқушы оқ түрінде берілген сәттілік доңғалағын айналдырып сұрақтарға жауап береді. Тіл игертуде топтық ұжымдық жұмыс тиімді жұмыс түрлерінің бірі. Жиксо әдісі арқылы білім алушылар өздігінен мәтінді игеруге, ізденіс жұмысын жасауға, игергенін басқалармен бөлісуге мүмкіндік алады. Google тест платформасы қазақ тілі сабақтарында тексерудің ең тиімді жеңіл тәсілі. Аз уақыт ішінде материалдың игерілу деңгейін тексеруге болады. Сабақтың бекіту кезеңінде Edpuzzle платформасы арқылы визуалды бейне баянды көру, сұрақтарға жауап беру арқылы мәтін мазмұны қосымша пысықталады. Бұл іс-әрекетті орындау барысында тіл игерушілер бірнеше белсенді дағдыларын дамытады. Атап айтсақ, тыңдалым, бейнені көру, тыңдау, түсіну, жазылым, сұрақтарға жазбаша жауап беру. Киіз үй жобасында кез келген ұлттық бұйымдарды, ұғымдарды сабақтың қажеттілігіне жаратып, мақсатқа жұмыс жасатуға болады. Осылайша тіл игерушілерге заманауи технологияларды оқытушының шығармашылық ізденісі және шеберлігімен байланыстыра отырып, тіл игеруді мейлінше қолжетімді, қызықты етуге мүмкіндік бар. Қорытындылай келе, мемлекеттік тілде оқымайтын топтарда қазақ тілін игерту заманауи талаптарға сай, мейлінше алуан түрлі жаңалықтармен толықтырылса, тіл меңгеру деңгейі жоғары болады.